Бізде исламда ең таза нәрсе ұсынылған. Сонымен қатар жыныстық қатынаста да, яғни біздің ең керемет тыйым салынған нәрсенің бірі, яғни бір-бірлерінің әуретті жерлеріне қарамаңдар делінген. Дәл сол сияқты қазіргі біздің көп жастар құмарланып кеткен, әрине бұл біздегі минет. Дәл осы тұрғысында бізге минетке макрух етілген. Сіздерге дәлел ретінде Фатхул Муинді оқысаңыздар болады, 3-387 және Талибин 3-388-сінде айтылған. Бұл жерде не делінген? Яғни макрух бізде 3 рет қайталанатын болса, бұл нәрсе бізге харам деген сөз. Сондықтан әркім өзіне бұны халал етіп алғанша нақты жолды біліңіз. Яғни шариғат даже қарауға тыйым салған нәрсені қалай сіз аузыңызға аласыз. Міне, ендеше әркімнің миының қорытқаны деп медицина тұрғысында бұл өте тыйым салынған нәрсе. Толығырақ ақпарат көргіңіз келсе, пожалуйста, сторизге көрсеңіздер болады. Нақты мәліметтер сонда айтылып отыр.